Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бүйрекке қатысты олигурия, анурия, гематурия, протеинурия деген секілді тақырыптарды талдайтын боламыз. Егер күніне 400 мл аз зәр бөлінетін болса, біз оны олигурия деп айтамыз. Ал егер 100 мл де төмен болса, біз оны анурия деп айтатын боламыз. Жалпы бұл түсінік шумақшадағы фильтрация мен түтікшедегі реабсорбция арасындағы балансты білдіреді. Шумақшалардың фильтрациясының жылдамдығы ШФЖ. Ол дегеніміз не? Шумақшада бізде фильтрация процесі жүргізетіні мәлім. Егер де ол жерде қандай да бір барьер болатын болса, онда мұндағы жылдамдықтың төмендеуі, зәрдің фильтрациялануы қиындайды. Дәл мұндай жағдайда СКФ-тің төмендеуі байқалады екен. Олигурияның қандай себептері болуы мүмкін? Ең бірінші себебі зәр шығару жолының обструкциясы. Қуық асты безінің ісінуі. Бұл әдетте егде жастағы ер адамдарда кездеседі. Және де мұндағы қуықтағы зәрдің сыртқа қарай экскрециялануы қиындайды. Несеп ағардың билатеральды обструкциясы. Бұл жағдайда билатеральды емес бұл суретте. Егер де несеп ағар фиброзбен, ісіктермен, сыртымен қысылатын болса, тастармен болса, онда егер екі жақты болса, онда анурия жағдайына дейін әкелуі мүмкін. Обструкция болған жерге зәр түскен сайын ауырсыну күшейе береді және де ауру бел аймағынан жамбасқа қарай төменге қарай таралатыны байқалады. Егер де екі жақты бүйректас ауру болса, ол да обструкцияға бітеліп қалуына алып келінеді, зәрдің өте алмауына олигурия немесе анурияға алып келеді. Екінші себеп бүйректің перфузиясының төмендеуі. Қалайша олигурия мен анурияға әкелуі мүмкін? Бүйректің қызметі оған келген артериядағы қанды фильтрациялап, одан зәр түсіп, ары қарай қалғанын кері жіберуге. Егер де дұрыс қан келмейтін болса, перфузия төмендесе, онда ешқандай да дұрыс зәр түсірмейді деген сөз. Бүйректің шумақшалық некрозы. Бүйректің шумақшалық аппаратында бірінші процесс ол фильтрация процесі жүреді. Егер де ол аппарат некрозға ұшырайтын болса, онда ешқандай да зәрдің түсірілмеуіне әкеледі. Екінші кардиоренальды және де гепаторенальды гиперперфузия жағдайы кезінде де бүйректің қанмен қамтамасыз етілуі бұзылады, зәр түзілмейді екен. Жедел гломерулонефрит. Жедел гломерулонефрит кезінде бүйректің жалпы тінінің қабынуы болады. Соған сәйкес шумақшалық аппаратының бүйректің базальды мембранасының зақымдануы ол зәрдің түзілмеуіне алып келеді және де өте жедел васкулит. Ол да олигурия мен анурияға алып келеді. Яғни қан тамырының қабынуы. Қалыпты жағдайда қан тамыры арқылы өтетін қан васкулит кезінде оның қабырғаларының қалыңдауы себебінен қан өтпейді және де адамда осындай пурпуралық бөртпелер пайда болады екен. Яғни өте алмаған қан сыртқа қарай, теріге қарай шығады. Келесі тақырып бізде гематурия. Гематурия дегеніміз зәрде эритроциттердің болуы. Егер де зәрдің біз қызыл түсті болғанын көрсек, біз оны макроскопиялық гематурияға жатқызамыз. Егер де зәрдің қалыпты түсті екенін көріп, бірақ та анализ тест нәтижесінде біз гематурия байқасақ, онда біз оны микроскопиялық гематурияға жатқызамыз. Яғни гематурия қалыпты жағдайда көру алаңында 3-тен көп эритроциттердің болуы. Макроскопиялық гематурия кезінде тек бүйрек қана емес, зәр шығару жолдарының барлық бөліктерінің бүйрек, несеп ағар, қуықтың да қабынуы кезінде байқалуы мүмкін. Макроскопиялық гематурия кезінде ісік бүйрек немесе несеп ағарда қуықта орналасқан ісіктер болса, немесе тас болса, немесе инфекциялық аурулар болса, және де гломерулонефрит кезінде макроскопиялық гематурия байқалады. Ал микроскопиялық гематурия диагностика шараларын жүргіземіз. Егер де зәр микроскопиясында гематурия, яғни эритроцит плюс лейкоцит байқалса, біз инфекциялық ауруға күдіктенеміз. Себебі лейкоцит қабыну ошағына келіп қабыну процесімен күресетін жасушалар болып табылады. Ал егер де эритроцит плюс аномальды эпителиальды клеткалар болса, біз ісікке күдіктенеміз. Неге? Себебі ісік кезінде қатерсіз ісік болсын, аномальды жасушалар, жетілмеген жасушалар, бласты жасушалардың қанда немесе зәрде болуы байқалады екен. Ал егер де гематурия плюс дисморфты эритроциттерді байқасақ,
ол шумақшалық қан кетуді білдіреді, яғни базальды мембрананың жарылуын. Шумақшалық аппаратта базальды мембрана бар, және де мұндағы подоцит, эндотериалдық жасушалар бар. Біз алдыңғы видеода айтқанымыздай, олардың арасындағы арнайы тесіктер арқылы молекулалар өтіп фильтрация процесі болады. Ал егер де бұл базальды мембрана жарылатын болса, онда қан элементтері, қан жасушалары, тіпті протеиндер шығып, гематурияға да, тіпті протеинурияға да әкеледі екен. Дәл бұл жағдайда мына тесіктерден өткен кезде эритроциттердің пішіні, көлемі бұзылуы мүмкін, сондықтан біз дисморфты эритроциттерді көреміз. Бұл бірден шумақшалық қан кетуді білдіреді. Егер де біз микроскопиядан эритроциттерді көрмесек, гемоглобиндерді көретін болсақ, ол тамыр ішілік гемолизді көрсетеді. Яғни эритроциттер ыдырайды, оның ішіндегі гемоглобин сыртқа қарай шығады. Яғни бұл жағдайда біз зәрде гемоглобиндерді көреміз. Егер де эритроциттер емес, оның орнына миоглобиндер жүрсе, яғни миоглобинурия болса, біз оны қоңыр түсті есептеп айтамыз, дәл осындай қоңыр түске боялады. Бұндай жағдайда біз рhabdomyoliз деген диагнозға күдіктенеміз. Неге? Себебі миоглобин дегеніміз ол бұлшықеттің биологы. Егер де бұлшықет зақымданатын болса, ондағы миоглобин деген биолог қанға қарай сыртқа шығарылады. Дәл осы жағдайда рhabdomyoliz дегенге біз күдіктенеміз. Жалпы микроскопиялық болсын, макроскопиялық гематурия болсын, біз міндетті түрде пациентте артериальды гипертензия бар ма, одан бөлек протеинурия бар ма, немесе отбасында бүйрек ауруларымен, созылмалы жүйелік аурулармен ауыратындар бар ма деген секілді сұрақтар қойып, анамнезін дұрыс жинауымыз қажет.